Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулер. Жаңа айнымалыны енгізу және де b квадрат. Берілген теңдеудің барлық түбірлерін тауып көрейік. Осы теңдеуді шешу үшін біріншіден z жаңа айнымалын енгізейік. X тең z қосу 3 болғандықтан теңдеуді мынадай түрде жазаламыз. Теңдеуді ақшамдайық. Ортақ көбейткішті жақша сыртынан шығарып, қайта ақшамдайық. Сонымен, бұл теңдеудің шешімі z тең 0, z тең минус 2 түбір асты 5, және z тең 2 түбір асты 5. Енді бастапқы теңдеудің шешімін табу оңай. Жаңа айнымалы енгізу аясында мынандай есеп берілген. Бұл есепті қалай шығаруға болады? Ең алдымен квадраттық теңдеудің жақшасын ашпай тұрып, мынау жерден 5-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Осы жерде жаңа айнымалы енгізу тәсілін көруіміз керек, яғни көре білуіміз керек. Осы жерде t тең болады x минус 7. Яғни x минус 7 бар жердің орнына t-ны жазып шығамыз. 5t плюс t квадрат тең болады 12. Дұрыстап стандарттық түрге келтіріп жазайық. Стандарттық түрге келтіріп жазу дегеніміз алдымен дәрежесі жоғарыдан дәрежесі төменге қарай жазамыз. Яғни t квадрат плюс 5t минус 12 тең болады 0. Егер де осындай формаға келетін болсақ, ары қарай қалай шығару керегін өздеріңіз білесіздер. Ол дискриминантпен, егер де қалай екенін білмесеңіздер, алдыңғы видеоны қараңыздар. Берілген теңдеу квадрат теңдеу емес. Ол b квадрат теңдеу деп аталады. Теңдеуді шешу үшін t тең x квадрат деп белгілеп, қосымша айнымалы енгіземіз. Бұл жердегі t 0-ден үлкен не тең. Алынған квадрат теңдеудің екі түбірі бар. t тең 1-ге немесе t тең минус 2-ге. Енді біз x айнымалысына қайтадан оралайық. t тең минус 2-ге t 0-ден үлкен не тең шартын қанағаттандырмайды. t тең 1-ге ол шартты қанағаттандырады. Сондықтан x-тің квадраты 1-ге тең. Олай болса, берілген теңдеудің шешімдері -1 және 1 болады. Бірінші түбір 9-ға тең, екінші түбір минус 4-ге тең. Енді бұл жерде біз нені білуіміз керек? Бұл жерде біз жаңа белгілегендей, яғни біз x табуымыз керек, ал x бізде x квадрат тең болады, бізде t-ға. Осы жерде x квадрат тең болады 9-ға. x дегеніміз түбір асты 9. Осы жерден x1 тең болады плюс 3, x2 тең болады минус 3. Яғни түбірдің астынан плюс минус 3 бола алады. Түбір асты 9-ның астынан. Келесі x квадрат тең болады t. Дәл осылай t-ның орнына минус 4-ті қоямыз. Яғни x квадрат тең болады минус 4. Енді x тең болады түбір астында минус 4. Біздер білеміз, түбір астында теріс таңбаласам бола алмайды. Сол себепті тек қана екі түбірі бар, мынаның табудың қажет жоқ. Жауабы x1 тең болады 3, x2 тең болады минус 3.
Егер де біз 50 лайк жинасақ, шығару жолын келесі видеода көрсетемін. Каналға тіркеліп, қоңырауды басып кетіңіздер. Рахмет назарларыңызға. Қош сау болыңыздар. Оқы, біл, үйрен.